Сіздер ма оқушылар, біздер қазір санды және әріптік өрнектер, теңдеулер, есептер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Және де 90-дық жиынтық бағалаудың есептерін шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Бізде берілген бөлім бойынша жиынтық бағалауға бірінші берілген тапсырма x бөлінген 5 қосылған 86 өрнегінің мәнін табу. Бұл жердегі x айнымалысының мәні бізде 40 деп белгіленіп көрсетілген. Ол үшін x-тің орнына, x айнымалысының орнына 40-ты қойып, берілген өрнектің шешімін табатын боламыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай бөлім мен қосу амалы көрсетілген. Бөлім мен қосу амалы көрсетілген жағдайда ең бірінші біз бөлуді орындаймыз. Сонда 40-ты 5-ке бөлемін, 8 қосылған 86. Яғни 86-ға 8-ді қосамын, 94 деген жауабы болады. Келесі тапсырма теңдеуді шешуге берілген. 3 көбейтілген x тең болады 18. Яғни теңдеуді шығару үшін біз теңдеулерді аст-астына жазамыз. Бірінші x-ті табамыз, x тең болады 18-ді бөлемін 3-ке, яғни көбейтуді бөліммен алмастырамын. X тең болады 18 3-ке бөлемін 6. Енді бұл теңдеуді тексеру қажет болады. Бастапқы басынан бастап жазамыз. 3 көбейтілген x-тің орнына 6-ны қоямын, тең болады 18. Яғни біздің теңдеуіміздің шешімі осы. Және видеоның басында көрсетілгенде біздерде үшіншісі сөз есеп болатын. Сөз есепті дұрыстап мұқият оқып шықсаңыздар, Астана қаласына 24 оқушы келген, одан және ұл бала келген, және одан 3 есе кем қыз бала келген. Яғни барлығы қанша оқушы қатысқанын табу керекпіз. Яғни берілген осылай жазып аламын, ұл 24, қыз, яғни ұлдан 3 есе кем, барлығы қанша. Ол үшін қалай табамыз? Шешуі 24-ті бөлемін 3-ке 8, яғни 3 есе кем болса біз бөлеміз. А егер просто тек қана жай кем болса, онда азайтамыз. Бізде көбейту тапсырмасы бойынша берілген ғой жиынтық бағалау. Сондықтан 24-ті 3-ке бөлеміз, тең болады 8. Сонда қыз дегеніміз 3 есе кем болса, яғни ұллар 24 болса, қыз неше болады? 8 болады. Енді бізге барлығын табу керек. Яғни 24-ке қосамын 8-ді. Сонда бізде 32. Барлығы бізде асты келген оқушылардың саны 32. Міне, біздің бірінші жиынтық бағалау бойынша тапсырмамыз орындалды. Ендігі біздің шығаратынымыз 90-дық жиынтық бағалау. Бұрыштардың түрлерін анықта деп біздерге 3 түрлі суретін салып көрсетіп қойған. Яғни сол суреттердің қайсысы қандай бұрыш екенін анықтауымыз қажет болады. Бастапқы бізде берілген сүйір бұрыш, яғни 180 градустан кіші болады. Доғал бұрыш және тік бұрыш болады. Тік бұрыштың бізде градустық өлшемін білесіздер. 90 градус, доғал бұрыш 180 градустан үлкендеу болады. Келесі екінші тапсырмасы бізде қосынды түрінде берілген сандар және әріпті өрнектер берілген. Осы сандарды көбейтумен алмастыр деген. Мысалы, екінші тапсырмада 4-ті қосылған 4-ті 5 рет. Яғни неше рет қосып тұрмыз? 5 рет қосып тұрмыз. Яғни 4-ті жазамын, қайталанып тұрған сан бізде натурал сан 4 қой. Осының нешеуіне көбейтіліп тұр, қосылып тұр, неше рет қосылып тұр, яғни 5 рет қосылып тұр. Сонда өрнек түрінде жазып көрсетсек, 4 көбейтілген 5 болады. Жауабын табу міндетті емес, бізге жауабын тап деп көрсетілмеген, жай ғана өрнек түрінде көрсетсеңіздер болады. Келесі тап солай. К-ны көбейтемін, неше К тұр, соған жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. К көбейтілген 7. Немесе 7 К деп жазуға да болады. Келесі үшінші тапсырма теңдеуді шешуге берілген. Теңдеулер аст-астына жазылады. Мына жерде кішкене тығыздау болып кетті. Сондықтан жанына жазып көрсете берейін. Сіздер аст-астына жазарсыздар. Y азайтылған, Y азайтылған жазып аламын. Сосын жақшаның ішін орындаймын. 46-ға 24-ті қосамын. 70 тең болады 90.
ары қарай шығарамын. Y тең болады 90-ға қосамын 70-ті, өйткені минус, ол сол жағына плюс болып шығады. 90 қосылған 70, Y тең болады 160. Енді осы теңдеудің бастапқы Y-ті тауып алдық қой, енді Y-ті оңына 160-ті қойып тексеретін боламын. 160, Y-ті оңына қоямын, азайтылған жақшаның ішін сол күйінде жазамын. 46 қосылған 24 тең болады. Енді қараңыз, 46 жақшаның ішін орындаймын, 70 болады, 160-тан 70-ті азайтамын, 90. Біздің теңдеуіміз шешілді. Төртінші бізде сөз есеп берілген. Сөз есепті міне шығарып қойдым. Мұқият осылай тап менікіндей қылып жазып алсаңыздар болады.